Барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда ұшатын зымыран жасайтын боламыз. Астына от шығып тұрып ұшатын болады. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеомды бастай берейін. Ең алдымен біздерге бір блокқа қазылған тесік керек болады. Оның жанына наблюдательдерді қою керек. Оның үстіне дәл солай жай поршындарды қойып шығу керек. Бұлардың ортасын слизм блоктарымен біріктіріп, одан кейін 4 блокқа слизм блоктарды қойып шығамыз. Ортасындағы 2 слизм блоктарды алып тастап, наблюдатель мен лёпке поршынды қойып шығу керек. Сонда біздің механизміміз жасайды. Осылай үстіндегісін алып тастаған кезде бір блокқа көтеріледі зымыран. Ал макеті дайын почти. Көріп тұрғандарыңыздай слизм блоктарды осылай жай поршындардың үстіне қойып шықсаңыз, оның үстіне тағы да айна блоктарды қойып шығу керек. Или қоймасаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Ал оның жандарына наблюдатель мен раздатчикті қою керек. Бұл от шығу үшін керек болады. Өте әдемі болып шығады зымыран. Общем, қойып болған соң ішіне огненный шарларды салып шығасыздар. Ал оны салып болған соң бізде зымыран почти дайын болады. Енді оны от алдыру үшін огневоны пайдаланып от алдырасыздар. Ал осымен видеоны аяқтайын. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.